Есенлі, ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын, алдарыңызда шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Алла тағала баршаңызға бүгінгі күннің берекетін берсін. Бүгін өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт тапсырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Әйел кісілердегі бедеулік, яғни бала көтерме ауруын емдеуге арналған таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған рецепт. Бұл рецепттің құрамында қамтылған таза табиғи шөп дәрілер: күмбез шөп, желке шөп, апельсин қабығы, сайсағыз, құрма шөбі, бригина шөбі, ақшұғынық, алақат, тау картоп сынды таза табиғи шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті: етекірді қалпына келтіру, артық қанды, ұйыған қанды ыдырату, қан айналымды равандастыру, қабынуды қайтарып, трубалардың, әйел кісілердегі аналық ұрықты таситын трубалардың өткізгіштігін, тосылуын ашу, өткізгіштігін қалпына келтіру, сол сияқты қасиеттеріне негізделіп отырып, бала көтеруге себеп болады, Құдай қаласа. Ағайын, Алла тағала барша ем қабылдап жатқан науқастарымызға толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.